Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің каналда қазақ тілі 3-ші сынып 111-ші сабақ есептік және реттік сан есім. Сендермен бірге Майра апай әдеттегі барлық тапсырмалар мен жаттығуларды орындауға көмектесетін боламын. Ал сендер лайк басып, подписация батырмасын басып, тіркеліп кетсеңдер болғаны жарайды. Олай болса тапсырмаға көшейік. 111-ші сабақ есептік және реттік сан есім. 35-ші жаттығу мәтінді оқы. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да тасқа: «Ей, жолаушы болсаң, осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады, бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған жол-жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп мұратыңа жетесің дегені деп білемін» дейді Ыбырай Алтынсариннен. Балалар, бізде бұл әңгімеде мағынасы түсініксіз сөз байқадыңдар ма? Иә балалар, ғибрат сөзі бізге таныс емес сөз. Бұл сөздің мағынасы үлгі, өнеге деген мағына береді. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Жолаушылар қай жерде кездесті? Жолаушылар бір бұлақтың басында кездесті. Бұлақ қандай екен? Бұлақ таза екен. Бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? «Ей, жолаушы болсаң, осы таза бұлақтай бол» деп жазылыпты. Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? «Осы бұлақ сияқты еліңе адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланба. Сонда сен өсесің, үлкейіп мақсатыңа жетесің» деп түсінген екен. Ал екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр. Екінші жолаушы: «Біреуге жақсылық етсең міндетсің бе? Сонда сен осы бұлақтай пейілі кең, пайдалы әрі адал боласың» деп түсінген болар. Ал үшінші жолаушы: «Осы бұлақтай тұнық, мөп-мөлдір, шыншыл, жүрегің таза адам бол» деп түсінген шығар. Ақыл сөздің мағынасын топта талқылаңдар балалар. Бұл ақыл сөздің мағынасын: бұлақ үнемі тынбай ағып, халыққа қызмет етіп тұрады. Сондықтан осы бұлақ сияқты еңбекшіл, халқыңа пайдаң тиетін адам бол деген мағына береді. Ал бұлақ тұп-тұнық, мөп-мөлдір, тап-таза. Сондықтан пейілің кең, жүрегің таза, бұлақ сияқты адал бол деген мағына береді екен балалар. Енді өздерің әрқалай басқаша талқыласаңдар болады. Мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстыр. Бұлардың бір-бірінен өзгешілігі неде деп ойлайсың? Біздің мәтінде балалар бүгінгі оқыған әңгіменің ішінде 3 бірінші деген сан есімдер кездескен болатын. Ал бұл сан есімдердің бір-бірлерінен өзгешелігі, мысалы 3 қанша, неше деген сұраққа жауап берсе, ал бірінші бұл нешінші деген сұраққа жауап беріп тұрған екен. Балалар, бұл екі сан есімнің екі түрлі сұраққа жауап беруінің себебі мына ережеге назар аударып түсініп алайық. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атаймыз. Мысалы 5, 6, 7 деген мысалдар келтіруге болады. Ал нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атаймыз. 5, 6, 7. Бұл реттік сан есімдік есептік сан есімге ыншы сұрақтарына жинақтары жалғану арқылы жасалады. Балалар, сонымен біздің 2, 3 және 1 сан есімдерінің сұрақтарының екі түрлі болуға себебі сонда екен, балалар? Өйткені сан есім есептік және реттік болып бөлініп тұр. Сонда біздің 3 сан есіміміз есептік, ал 1 сан есіміміз бұл реттік екен. Сондықтан екеуінің сұрағы қанша, неше, нешінші болып
бір-бірінен ажыратылып тұр екен. Жарайсыңдар балалар, осы ережені жақсылап жаттап, түсініп алыңдар. 36-шы жаттығуда мәтінді көркем жаз. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр, кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі. Бұл мәтінді дәптерлеріңе көркем етіп жазып алыңдар балалар, қатесіз. Және бұл мәтінде сан есімдерді табуыңыз керек. Олардың есептік немесе реттік екенін ажыратуыңыз керек. Балалар, бұл жерде қандай сан есімдерді байқап тұрсыңдар? 2, 18 және 10-11 деген сан есімдер екен. Балалар, бұлар есептік пе әлде реттік пе? Әрине, есептік сан есім екен. Дәптерлеріңе жазып ала қойыңдар. Келесі 37-ші жаттығуда реттік сан есімдерді сөз құрамын талда дейді. Бұлар бізде реттік сан есімдер, өздерің байқап тұрсыңдар, 1-ші, 2-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 9-ші, 30-ші деген реттік сан есімдер берілген. Осыны біз құрамына қарай талдайық. 1 түбір інші жұрнақ, 2 түбір інші жұрнақ, 5 түбір інші жұрнақ, 6 түбір інші жұрнақ, 7 түбір інші жұрнақ, 9 түбір інші жұрнақ, 30 түбір інші жұрнақ екен. Реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның екі түрлі ыншы болу себебін түсіндір. Балалар, мысалы, мына жерге мен 2 сан есімді мысалға келтіріп тұрмын. Екі реттік сан есімді 9-шы және 6-шы деген. Мысалға 9-шыға 9 есептік сан есімге ыншы жалғанып тұрса, ал 6 есептік сан есімінен ыншы жұрнағы жалғанып тұрған екен. Себебін анықтайық. 9 түбір, яғни есептік сан есім з, яғни дауыссыз дыбыстан аяқталып тұр. Сондықтан ыншы жалғауы жалғанып тұр, яғни жалғаудың басы дауыстыдан басталып тұр. Ал 6-шы сан есімін талдайтын болсақ, 6 түбір есептік сан есім дауыстыдан аяқталып тұрғандықтан біздің жұрнағымыз дауыссыздан басталып тұр, ыншы. Түсініңдер ғой, балалар? Егер дауыссыздан аяқталса, ыншы жалғанады, ыншы, яғни дауысты әріптен басталатын жалғау жалғанады. Егер біздің түбір дауыстыдан басталатын болса, онда жұрнақ дауыссыз әріптен басталады екен. Балалар, егер түсінбесеңдер, бірнеше рет қайталап көріп түсініп алыңдар, балалар. Келесі 38-ші тапсырма шығармашылық үзіліс. Далада ойнап жүрген Жанат үйге жүгіріп кірді. Анасынан далада жаюлы тұрған кірлерді жинап алуын өтінді. Анасы түсінбей себебін сұрады. Жанат қалай жауап берді деп ойлайсыңдар, балалар? Балалар, Жанат, анашым, далада жаңбыр жауып кетті деп жауап берген екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің тапсырмалар мен жаттығулар аяқталды. Сендер лайк басып, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар, балалар.